Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді гүлханым жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табағымызға суымызды, бір жұмыртқамыз салып араластырып аламын. Дәміне қарай тұз сеуіп, кішкенеден ұн сала отырып қамыр илеймін. Қамырымыз елеп болған соң 15-20 минутқа тұндырып қоямын. Оның арасында салмамызды дайындап аламын. Пиязымызды майда етіп турап аламын. Сәбізімізді солай майда етіп турап алдым. Бәрін турап осылай араластырдым. Дәміне қарай тұз септім, бұрыш септім, паприка қостым. Бәрін араластырып, ас қасықпен 2 қасықтай сұйық май қосып, жақсылап араластырдым. Енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз осылай жұқа етіп жайып шығып, бетіне сұйық май тегістеп жағып шықтым. Осылай қамырды бірнеше бөліктерге кесіп шығып, салмамызды қамырымыздың ортасына салып, осылай орап шықтым. Қамырымыз үлкен немесе кішкентай қылып кесіп қоймауымыз қажет. Егер үлкен болып кетсе, бірін-біріне тиіп, жабысып қалуы мүмкін. Қамырымыз езіліп кетеді. Сосын қайнап тұрған суымызға 40 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Өте дәмді шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып қоюды ұмытпаңыздар.